Жақсы сөз жарым ырыс. Өйткені құрметті жақсылар, сөз өзі сондай бір құдіретті нәрсе. Пайғамбарымыз қасиетті хадисінде айтады, бұл сөз деген сиқыр. Бұл адамға жақсы сөйлесең, оның жанын жадыратады. Жаман сөйлесең, көңіліне ауыр батпан зіл боп батады. Сондықтан сөйлеу әдебі, сөз сөйлеу, адамдармен қарым-қатынастағы сөйлеуге, сөйлемге, оған не айтып жатса, соған өте қатты мән беруге, өте біздер қатты мән беруіміз керек. Өйткені сөз адамның сүйегінен өтеді деп жатады. Міне сондықтан Алла Тағала қасиет Құранда Ахзаб сүресінің 70-ші аятында Я айюхаллазина аману тақуллаха ва қулу қаулан садида. Ва иман келтіргендер, Алладан қорқыңдар да дұрыс сөз сөйлеңдер дейді. Алла Тағала қасиет Құранда міне осы нәрсені сіздерменен біздерге, яғни иман келтіргендерге дұрыс сөз сөйлеу керек екендігімізді баяндауда. Бұл өте маңызды, құрметті жақсылар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасиетті хадисінде айтады: «Әл-муслиму мен сәлимәл муслимуна мин лисанихи ва ядихи». Нағыз мұсылман өзге біреуге қолымен де, тілімен де зияны тимеген мұсылман дейді. Өйткені ғалымдарымызда мынандай сөз бар: Қағбаның құрушысы ол Ибрахим пайғамбар болған баса, Алланың, яғни адамның көңілінің құрушысы ол Алла Тағала дейді. Міне сондықтан бір адамның көңілін қалдырғаннан көрі Қағбаның қирап қалғаны жақсы дейді. Өйткені Қағба біздер үшін өте қасиетті. Қағбаға баруға аңсаймыз, өте сондай ынтық боламыз. Сол жерге барғандағы дұға тілегіміздің барлығы қабыл болады. Неге? Алла Тағала өйткені ол жерді қасиетті етті. Өйткені жер бетіндегі ең бірінші құлшылық орын сол жер. Алланың әміріменен бірінші Адам алейхиссалам тұрғызған дейді. Одан кейін Ибрахим менен Исмайылдың Алланың бұйрығыменен салынған қасиетті орын, үй. Ал енді соның қирап қалғаны жақсы деп жатыр. Бір адамның көңілін қалдырғаннан көрі. Қараңыздар. Міне сондықтан қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Айналамызда қаншама адам бар. Отбасымызда қаншама адам бар. Үйдегі жеңгелеріміз бар, апаларымыз бар. Міне соларменен қарым-қатынаста, құрметті жақсылар, біздер өте қатты мән беруіміз керек. Өйткені сөз, ауыздан шыққан сөз, оның көңіліне жететіндігі баршамызға белгілі. Міне сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасиетті хадисінде нағыз мұсылман ол тілімен де, қолымен де өзге біреуге зиян жеткізбеген мұсылман. Ал енді халқымызда әдептің басы тілді бағу деп айтқан екен. Шәкәрім Құдайберді бабамыз былай дейді: сөзіңді түзе, әдетіңе айналады. Әдетің мінезіңе айналады, мінезің сенің тағдырың деген екен. Міне сондықтан адамның ең бірінші түзеуіміз керек болған нәрсе бұл сөз. Таңертең тұрған кезде мынау 12 дене мүшеміз жалынады екен тілге. Ей тіл, сен тура бол, сен аман болшы. Сен аман болсаң, біз аманбыз дейді екен да. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қасиет хадисінде, екінші бір хадисінде былай дейді: адам ойланбастан сондай бір сөз сөйлейді, сол сөзінің аясында ол қияметке дейін Алланың разылығына бөленетін мақтаулы құлдарының қатарында болады дейді. Байқамай бір сөз сөйлеп қояды екен бізді. Міне соны пайғамбарымыз айтып жатыр. Ал енді адам баласы сондай бір сөз сөйлейді дейді. Ол қияметке дейін Алланың ашуын, қаһарына ілінген пенделерінің тізімінде болады. Және де сол сөзінің негізінде тозаққа кетеді дейді. Бірақ сөз. Міне сондықтан тілде сүйек жоқ дейді біздің дана халқымыз.
ойымызға не келсе соны сөйлей беру ол ақылдылық емес екен. Және де ол шешендік емес екен. Ойыңызға келген нәрсені саралап, ақылыңыздан сүзгісінен өткізіп барып, осы дұрыс па, дұрыс емес па, бұл жетуші адамға қалай тиеді, оған қандай әсер қалдырады деп ойланып барып, одан кейін оны шығару, міне сол ақылдылық болып табылады екен. Алла Тағала қасиет Құранда осы сөздің мысалын, мәйегін былай деп айтады. Жақсы сөзді Алланың қандай мысалмен түсіндіргенін көрдің бе дейді. Жақсы сөз бейне бір тамыры жерге терең тартқан, бұтақтары көкке жеткен мәуелі ағаш сияқты дейді. Қараңыздаршы, тамыры терең тартқан жақсы сөзді Алла Тағала қасиетті Құранда міне осылай мысалменен беріп жатыр. Ол ағаш дейді, Раббысының рұқсатыменен үнемі жеміс береді дейді. Алла Тағала адамдарға ойланып ғибрат алсын деп осындай мысалдар келтіреді дейді. Ал енді екінші жағын айтады. Ал жаман сөз бейне бір жерден түп тамырымен қопарылып, тамыр тартып, өз діңгегінде тұра алмаған сондай бір төңке секілді дейді. Міне сондықтан, құрметті жақсылар, Алла Тағала жақсы сөзді қасиетті Құранда осындай керемет бір мысалменен әдемелеп бейнелеп беріп жатыр. Жамал сөздің ұсқынын осындай бір қасиетті Құрандағы мысалменен біздерге беріп жатыр. Міне сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрбір жақсы сөз ол садақа деген. Біреуге жақсы сөз сөйлейсіз, ол садақа. Тіптім сіз жаңағыдай қолыңызбенен, тапқан табысыңызбенен садақа шығара алмайтындай деңгейде болсаңыз да, бір мұсылман бауырыңызға жақсы сөз сөйледіңіз бе, демек ол садақа. Әл-кәлимату тойбату садақа дейді. Жақсы сөз садақа. Әрбір жақсы сөз садақа деп пайғамбарымыз екінші хадисімен тағы да не істеп жатыр? Оны нақтылап жатыр. Міне сондықтан жақсы сөз адамның жанын жадыратады, құрметті жақсылар. Ал енді жаман сөз адамның көңілін түсіріп жібереді. Бір елдің арасын жақсы сөзбен жарастырып жіберуге болады. Бір айрандай үйіп отырған елдің арасын бір жаман сөзбенен быт-шытын шығарып жіберуге де болады. Бұны жақсы білесіздер. Міне сондықтан сөздің құдіреті қаншалықты екендігі міне осы нәрседен білуге болады екен. Міне сондықтан, құрметті жақсылар, бүгінгі осы айтылып жатқан нәрседе мына 4 нәрсені айтады. Екіншісі, бос сөзден аулақ болу. Адам барынша осы бос сөзден ұзақ болуымыз керек екен. Алла Тағала қасиет Құранда Муъминун сүресінің 3-ші аятында «Валлазина хум анил лағви муъридун». Олар пайдасы жоқ бос нәрселерден бас тартқандар дейді. Алла Тағала қасиет Құранда міне, яғни момын мұсылмандардың сипатын, яғни пайдасы жоқ бос нәрселерден олар өздерін ұзақ ұстайды деп не істеп жатыр? Олардың сипаттарын айтып жатыр. Бұл өте маңызды, құрметті жақсылар. Міне сондықтан аяттағы лағу сөзі Ибн Кәсир айтқан екен. Бұл ширк пенен күнәні қамтыған жалған істер, сондай-ақ пайдасы сөздер менен істер жатады деп тәпсірлеген екен. Ал енді имам Сабуни Софат Тафасир кітабінде бұл сөзді, яғни өтірік, балағат, әзіл сөздер деп тәпсірлеген екен. Міне сондықтан өтірік, балағат сөз, Алла сақтасын, одан кейін жаңағыдай неше түрлі ғайбат сөздердің барлығы қасиетті Құранда бұл дұрыс көрілмеген лағу сөзіменен
баяндалған екен, құрметті жақсылар. Міне сондықтан момын мұсылман әрбір аузынан шыққан нәрсеге не істеу керек? Өте қатты мән беру керек. Міне сондықтан мынау біздердің жақсылықтарымызды жазатын періштелерімізді шаршатып, иншалла жамандықтарымызды жазатын періштелерге барынша жұмыс қалдырмау, бұл нағыз момын мұсылманның міндеті. Қандай да бір сіздің аузыңыздан жақсы сөз шықса, оң жақтағы періштеміз бірден жазып қояды екен, жақсылық жасады деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қасиет хадисінде жақсы сөз ол садақа деді. Садақа берді деп жазып қояды екен да. Ал енді қандай да бір балағат сөздер шығып жатса, тосып тұрады екен. Ай, мынау тәубесіне кеп қала ма екен деп. Жаңа кейбір хадистерде келтіреді, 2 сағатқа дейін күтіп тұрады екен. Кетіп қалды ғой, тілден тарс еткізіп, байқамай қалды. Кетіп қалған кезде бірден тәубе етсеңіз, әлгі жамандығыңызды жақсылыққа айналдырып жазып қояды екен. Ал мән бермей сол нәрсеге тәубе етпесек, 2 сағатқа дейін күтіп тұрады екен. Сонда оң жақтағы періште ен жазайын деп жатқан тағы айтады екен. Қоя тұр мынау. Қазір бір сондай бір уақытта есіне түсіп тәубеге кеп қалатын шығар деп. Көрдіңіздер ме? Құдай тағаланың рахым мейірімділігі сіздерменен біздерге, құрметті жақсылар. Біздердің жаманшылығымыздың жазылуын соншалықты кешіктіреді екен. Міне, бұл әрбір іс-әрекетіміз, мысалға жаңағы 10 күнәнің 9-ы тілден деп жатады ғой. Өйткені іс-әрекетке бара беруіміз екіталай, құрметті жақсылар. Бірақ тілімізден кетіп қалады. Міне сол әлгі кетіп қалған тілдегі нәрселерді Алланың рахым мейірімділігін қараңызшы, тостырып қояды екен да. Тостырып қояды екен. Сол тосылған уақытта біздер сол нәрсені тәубеменен айналдыратын болсақ, иншалла әлгі жаман сөздеріміздің орнын жақсылыққа айналдырып, Алла тағала біздердің тәубемізді қабыл етіп, жамандықтарымызды жақсылық деп жазып қояды екен. Міне сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде жаман сөз айтушы, мен оның басқаларға жеткізушісі, сондай да бір адам жаман сөз айтушы, ол сол жаман сөзді басқаларға жеткізушісі, екеуі күнәда бірдей деген екен. Сондықтан оның айырмасындағы күнәнің азды көптігі жоқ, құрметті жақсылар. Біреу байқамай ғайбат айтып қоюы мүмкін. Сол әлгі ғайбатының аясында екінші естіп қалған адам оны ғайбатты екінші біреуге жеткізуі мүмкін. Сол екеуінің арасындағы күнә, ол не дейді? Бірдей дейді. Біреуіне аз, біреуіне кем жазылмайды екен. Міне сондықтан қазіргі құрметті жақсылар, мына әлеуметтік желі деген дамыған уақытта осындай неше түрлі өсек, өтірік ғайбаттарды түрлендіріп тұрып жеткізетін, айына қатесіз жаңағыдай жеткізетін уақытқа жеттік. Оның астында жаңағыдай комментарияларда қырылып жатады. Біреу бір сөз айтады, сонымен ары қарай неше түрлі түрлендіріп жатады. Осы нәрселерден сақ болайық, құрметті жамағат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасиет хадисінде мұсылмандардың ең жақсысы өзіне қатысты болмаған нәрсемен айналыспау дейді. Сізге қатысты емес пе? Ол нәрсені сырып қойыңыз. Өйткені оның сізге ешқандай несі жоқ, пайдасы жоқ. Алла тағала қасиет Құранда «Ва иза марру бил лагви марру кирама» дейді. Олар бос нәрселердің, пайдасыз бос сөздер мен істердің жанынан өткенде өз қадір абыройын сақтап өтеді дейді. Көрдіңіздер ме? Яғни бос нәрселердің жанынан өткенде өз абыройларын сақтап өтеді.
Бұл момын мұсылмандардың сипаты, құрметті жақсылар. Міне сондықтан қандай да бір жерде жаңағыдай бір бүлік болып жатса, оған араласып кетуден адам не болу керек? Ұзақ болу керек. Халқымызда сөз қадірі, өз қадірің деген керемет бір сөз бар. Сөзің дұрыс болса, өзіңіздің қадір қасиетіңіз дұрыс деген сөз. Мына кезінде арабтарда мынандай бір сөз болған екен. Сен сөйлеші дейді екен. Сен кім екеніңді таниық деп айтады екен да. Міне сондықтан адамның өзінің жан дүниесіндегі ішкі ой дүниеларын сыртқа шығару бұл тіл арқылы болады. Сондықтан кімнің көкейінде не бар екендігін оның аузындағы сөйлеп жатқан сөзінен тануға болады, құрметті жақсылар. Міне сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Мән кәна юъмину биллахи вал яумил ахир фақул хайран ау лиясмут» дейді. Кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірген болса, ол жақсы сөз сөйлесін, немесе үндемесін. Жақсы сөз сөйлеуді таппасаңыз, иншалла, үндемесеңіз, үндемегеніңіздің өзі сіз үшін өте үлкен хайыр болып табылады. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті осы, құрметті жақсылар. Біздер барлығымыз жаңағыдай керемет мұсылман болғымыз келеді, бірақ соның жолын іздемей жатамыз, құрметті жақсылар. Соның қандай болу үлгісіне өңілмей жатамыз кейде. Содан кейін жаңағыдай біздің бойымыздағы кемшілікті көрген басқа сырттағылар, мұсылманның осы болса, бұларды ғой деп неше түрлі үстімізден әлгі әңгімелерді айтып жатады. Кейде сол әңгімелердің айтылуына өзімізде себеп болып жатамыз. Әңгімелер айтыла береді, айтыла берсін. Сіз себеп болмауға әрекет жасаңыз, иншалла. Міне сондықтан дана халқымызда мынандай сөз бар екен. Көп сөйлеген білімді емес, дөп сөйлеген білімді деген. Не болса соны сөйлей беру, ол енді ақылды адамның ісі емес деп жатыр бабаларымыз. Дөп сөйлеу білімді дейді. Өйткені әрбір сөздің өзінің бір орны болады, құрметті жақсылар. Сол орнында сөйлемді сөйлеп қою, ол адамның ақылдылығы, ақыл ойының кемелділігінің көрінісі болып табылады. Абу Дарда радиаллаху анху былай деген екен: сөйлеуді үйренген сияқты үндемеуді де үйреніңдер. Өйткені үндемеу үлкен ақылдылық. Сөйлегеннен гөрі тыңдауға тырыс деген екен. Міне сондықтан адам ортада отырғанда көбінше тыңдау тарапына қарай өту керек. Әлгі жаңағыдай қисық кетіп жатқан жерін дұрыстап, дұрыс сөзіңізбен туырлап қойып, өзіңіздің сөзіңізді орынды дөп айтып қойып отырсаңыз, иншалла, бұл сіздің мұсылманшылығыңыз, даналығыңыз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннетінен алған, кешегі шешен бабаларымыздың тәлім тәрбиесінен алған сіздің даралығыңыз болып табылады. Өйткені сөз адамның, жақсы сөз адамның қадірін көтереді, құрметті жақсылар. Қай жерде де болсын. Ал енді мылжыңдап сөйлей беретін болса, тамақтың дәмі қандай дәмді болса да, құрметті жақсылар, оны көп жеген сайын оның мәнісі кетеді. Сол секілді қаншалықты маржан сөздер болса да, сөз көп söyленсе, оның дәмі кетеді екен. Міне сондықтан көп сөйлеген ақылды емес, дөп сөйлеген ақылды деген бабаларымыз осындай керемет қанатты
сөзді айтқан. Бөлтірік шешен бабамыз былай деген екен: өзінің баласына ақыл айтып, былай деп сөздерді өрбіткен екен: сөзден тәтті нәрсе жоқ, сөзден ащы нәрсе жоқ, сөзден жеңіл нәрсе жоқ, сөзден ауыр нәрсе жоқ. Сөзіңді тіліңе билетпе, ақылыңа билет. Ақылды сөзіңді ақылсызға қор етпе, ақылдыға айт дейді. Не сөйлейтініңді біл, кімге сөйлейтініңді біл, қай жерде сөйлейтініңді біл, қай кезде сөйлейтініңді біл, қалай сөйлейтініңді біл. Оны білмесең, сары сөзің шала болады, арты жала болады, әкең қапа болады деген екен. Қараңыздар, қандай біздің бабаларымыздың, құрметті жақсылар, балдарына берген тәрбиесі, құрметті жамағат. Міне осы бабаларымыздың өсиеттерін оқып жаттап алайық иншалла. Сөйтіп соны жаттап балдарымызға үйде отырып осы сөздерді айтып не істеп отыру керек, құрметті жамағат? Тәлім тәрбие беріп отыру керек. Шыны керек, қазір кей уақытта жаңағыдай отбасындағы әке менен баланың, шеше менен қыздың арасындағы қарым-қатынастарға көңіл бөлмей жатамыз. Өйткені тіршілік жасау керек, жұмыс жасау керек деген секілді. Әкенің балаға берген үйдегі бір сағат тәрбиесі немесе сіздің бір оның өмірін өзгертіп жіберетін бір ақыл кеңесіңіз оның бүкіл өміріне жетеді, құрметті жамағат. Өйткені бір бауырымыз айтады, сондай бір өр тұлға, сондай бір жаңағыдай бір осындай болып қалыптасуыма әкем себепті болды дейді. Енді жағдайы бардың баласы ғой. Мәшинесін айдап шығып кеткен, апарған, соққан, мәшинеден ештеңе жарамайды. Енді бәленбайдың мәшинесі үйге келген кезде әкем өлтіретін болды деген ғой. Неше түрлі нәрсені айтып балаға айтайын болды деп. Сонда үйіне келген кезде осындай енді мәселе кейін шешілген екен, әкесі айтқан: басың аман болса, балам, мал табылады. Бірақ әкеңнің рұқсатынсыз еш нәрсе істеме. Әкеңмен әрдайым ақылдасып тірлігіңді қылатын бол деп айтты дейді. Содан бастап дейді, өз бетімше тіршілік жасауды мен қойдым дейді, бір бауырымыз айтады. Сондықтан, құрметті жақсылар, бұл өте маңызды нәрсе. Үйде сіз сондай бір балаға бір ақыл айтасыз, ол өзіңізге қатты әсер етпеуі мүмкін, бірақ баланың өмірінде сол өмірлік ұстаным болады. Міне сондықтан біз сөзді сөйлегенде де баламызды міне осындай даналарымыздың біздер асыл құндылықтарын баланың көкейіне иншалла жеткізе білетін болсақ, ол баланың өмірі, болашағы жарқын болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Анас радиаллаху анхудан жеткен хадисте айтады ғой: пайғамбарымыз маған, мен 10 жыл қызмет жасадым дейді, бірақ бір тух деген естіген емеспін дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Өйткені мені жұмсайтын дейді. Бала ғой, көшеге шығып ойнап кетеміз дейді. Сондай әлгі ойнап кеткен кезде жұмсаған жеріне бармаймыз дейді. Шыққан кезде неге ана жерге бармадың, неге ананы жасамадың деп айтқан емес дейді. Міне бұл пайғамбарымыздың мектебінің несі, тәрбиесі. Сол нәрсені біздер даналықпенен жеткізе алатын болсақ, иншалла, бұл біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның даналығының аясындағы балдарға көрсеткен неміз болып табылады, тәрбиеміз болып табылады иншалла. Міне сол тәрбиенің аясында ол сіздің ұрпағыңыз иншалла ертең ер жеткен кезде өте үлкен азамат болып қалыптасады. Өйткені бұл діннің негізгі мақсаты сол, құрметті жақсылар. Кемел адамды тәрбиелеп өсіру. Діннің негізгі мақсаты кемел адамды тәрбиелеп өсіру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қасиет хадисінде айтады:
мен бұл дүниеге көркем мінезді кемеліне жеткізу үшін ғана жіберілдім деген. Көркем мінез. Өйткені көркем мінездіден шыққан сөз, ол әрдайым жақсы сөз болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның одан кейін мынау жаңағы сөз айтылған кезде, құрметті жақсылар, сыр сақтай білуіміз керек. Міне бүгін сізге бір бауырыңыз келіп, дүние болған екен неше түрлі нәрсе болады ғой. Біреудің жаны күйзеліп жүреді, жаны қиналып, отбасында проблемасы бар, жаңағыдай жұмысы жүрмей жатады. Дүние болғаннан кейін тіршіліктегі сынақтардың барлығы болады. Ол келіп бір өзінің бір жанына бір демеу табу үшін сізге сыр айтып жатса, ертең сырды со басқа біреулер естіп отырмау керек та, мына жақтан. Өзі бір сізге айтып алған сырын ертеңіне бір шай ішейін деп басқа біреулермен жиналған кезде осындай бір нәрселерді естіп отырмау керек. Сыр сізге айтылды ма, ол достың досқа деген несі, адалдығы, мұсылмандық міндетіңіз, сол сыр сіздің ішіңізде, былайша айтқанда, өлу керек. Міне сөздің қадірі сонда, құрметті жақсылар, достың досқа деген қадір қасиеті, достың досқа деген сенімі, адалдығы, мұсылманның мұсылманға деген адалдығы осыдан білінеді. Міне сондықтан Алла Тағала қасиет Құранда бұны айтады: «Ва ауфу бил ахд, иннал ахда кана мас'улан» дейді. Сертті орындаңдар дейді. Сөз жоқ, уәде сұралады дейді. Өйткені сізге сет беріп, жаңағыдай сізге сырын айтқан адамның айыбын ашатын болсаңыз, немесе сырын басқа біреуге жеткізіп қоятын болсаңыз, иншалла, ол әлгі нәрседен ертең сіз міндетті түрде сұраласыз. Сахаба ибн Аср радиаллаху анху былай деген екен: жүрек сырды сақтайтын орын, еріндер сол орынның құлпы, ал тіл соның кілті. Сондықтан әрбір адам сырдың кілтіне мұқият болсын деген екен, құрметті жамағат. Сондықтан Алла Тағала жүрегімізге иманның байлығын берсін, өмірімізге исламды берсін, иншалла. Мынау сүйегі жоқ қызыл тіліміздің әрдайым жақсылықтарды сөйлеуді, жақсылық сөздерді шығаруымызды, сонменен машықтануымызды Алла Тағала сіздерменен біздерге нәсіп еткен болсын. Алла Тағала біздің тілімізге әрдайым өзінің қасиетті олық болған есім сипаттарыменен зікір етіп жүруді, ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға зікір етіп жүруімізді, салауат айтуымызды, қасиетті Құранды оқуымызды Алла Тағала нәсіп етсін. Бос нәрселерден, өсектен, ғайбаттан Құдай Тағала өзі біздерді аулақ, алшақ етіп, шынайы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мақсат еткен момын мұсылмандардан болуды Алла Тағала баршамызға нәсіп еткен болсын. Ва ахири дауана ва алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаху акбар.